ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا، جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، تحب القوم جمعا لا فرادا. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا، يا زايد جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، تحب القوم جمعا لا فرادا. في خليج ومحيط عرفوا زايد ذاك الشهم من بالبذل ساد، قدر ما كان من مجد، ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. Құрметті жамағат, мына бүгінгі отырыстың себебі баршаңызға мәлім. Жылысу елді мекені орталығында арнайы Алланың ақ үйінің ашылуына келіп отқан жамағат, баршаларыңызға бүгінгі қасиетті жұма күні мүбәрәк болсын дейміз. Ал енді ертең кіріп келе жатқан қасиетті 30 күндік оразамыздың қарсаңында ауылымызда үлкен мешіттің ашылуына куәгерміз ағайындар. Ал енді нағыз ер азамат туған жерге туды кеттесе, елдің ағасы саналы ғұмырын ұлағат ұстаздыққа арнап, Алланың берген 2 қызы жәннаты, 5 ұлы қанаты болған елдің ақсақалы Мақтарал ауданының, Жетісай ауданының, Түркістан облысының құрметті ағасы, ел ағасы, асу белес асып өткен, қажылық сапар нәсіп еткен қажы, бүгінгі таңда Божбан руының ағасы, ақсақалы Пердебек Бақтияр қажы көкеміз арнайы міне ұл қыздарымен біргелесіп, бүгінгі таңда осы Жылысу елді мекенінің орталығында Алланың 99 есімі болатын болса, ал енді Алланың 93-ші есімі Нұр беруші деген есімменен Ән-Нұр есімін беріп бүгінгі таңда мешіт ашылғалы тұр. Сондықтан Алла тағала Пердебек ақсақалдың әулетіне, шаңырағына Алланың нұры жаусын деген ниетпенен арнайы бүгінгі таңда еліміздің құрметтілері осы төрімізге келіп арнайы мешітімізді ашуға келіп отыр ағайындар. Ал енді Астанадан, яғни Қазақстан Республикасының Ғалымдар кеңесінің мүшесі, пәтуа бөлім басшысы
Сансызбай Қажы ұстаз келіп отыр. Онымен қоса Түркістан облысының имамының найып имамы Самат Сапарханұлы және де Мақтарал Жетісай ауданымыздың құрметті ақсақалы, Түркістан облысымыздың құрметті ақсақалы ақын Жандыжан Ораз Қожа Бекахметов атамызды және де олай болса арнайы біздер енді бірінші сөзді Түркістан облысының найып имамы Самат мырзаны орталыққа шақырып арнайы құрметпен сөз ұсынамыз. Сәке, келіңіз. Ассаламу алейкум, қадірлі қауым, ардақты ағайын, мұсылман жамағат. Айдың сұлтаны Рамазан құтты болсын, күннің сұлтаны Жұма құтты болсын. Мынау елге құт болып атқан Алланың құлшылық үйі, мешіттеріңіз құтты болсын. Іргесі берік болсын, күмбезі күңмен таласып, жақсылыққа шақырып, азаны айтылып, намазы оқылып, дәрісі оқылып, қараны танытып, Алланы танытып, пайғамбарды танытып, дін диянатын үйрететін орталыққа айналсын. Мынау үлкен игі шара болып атыр. Елге қызмет қылғанның ұрпағы елді құрметтеп өтеді. Жақсылыққа жанасып жүрген, жақсылыққа жаршы болып, түк болмағанда жалау болып жүрген жақсылықтың жаршысындай болған жамағат. Ардақты ағайын, үлкен игі шараны, қасиетті сөздің төресі, мынау Рамазан Құран айы дейтін болсақ, Құрансыз бағытта жоқ, бағдарда жоқ, құлшылық ғибадатымызда жоқ, жақсылық жамандығымызда білмейміз, Құрансыз құбыламызды танып, ақ-қараны ажырата алмаймыз ағайын. Алла тағаланың рақымдылығы жер бетіне түскен Жәбірейіл алейхиссалам жеткізген, бұл Құранға иман келтірген мұсылманбыз. Үлкен жиынымызды Құранменен бастасақ деп отырмыз. Құран оқу үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Түркістан облысы Жетісай ауданының бас имамы Жорабай Қажыны мен шақырғым келеді. Арнайы дұға бағыштау үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бас муфти орынбасары найып муфти, ғұламалар кеңесінің мүшесі, фатуа бөлім басшысы Сансызбай Құрбанұлы ұстаз Қажекеңді мен шақырғым келеді. Ұстаз, бата өзіңіз жасайсыз Құранды, Жорабай имам оқиды иншалла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Жаратқан жалғыз егем. Осы оқыған Құраннан болған сауапты әуелі пайғамбар алейхиссалам рухына, оның асхабына, оның айласына, бүкіл пайғамбарлардың, сиддиқтардың, шухадалардың, салихтардың рухына фисабиле бастадық Раббым. Мағриб пен машриқ арасында жатқан барша момын моминаларға, және де осында қол жайып атқан жамааттан дәметкен барша мархумаларға фисабиле бастадық. Осыға мешітті соғып жатқан, осыға жәрдем беріп атқан ағаларымыздан дәметкен барша мархумаларға фисабиле бастадық Раббым. Раббым, өткендеріміздің рахматын ал, пайғамбар алейхиссалам шафаат қылсын жаратқан жалғыз егем. Мына жұма намаздарымызды, келатқан Рамазан айларын берекелді қылыр. Раббым, иманымызды, жанымызды, тәнімізді, абыройымызды, отбасымызды, елімізді, дінімізді, жерімізді, ауыз бір жеріп ынтымағымызды өзің қорға Раббым. Ислам дініне қуат бер, мұсылмандарға бірлік бер жаратқан жалғыз егем. Екі дүниеде жүзі жарық, өзіңнің сүйген пенделердің қатарында, пайғамбар алейхиссалам сүйген үмметтің қатарында болуымызды өзің нәсіп ет Раббым. Мұна мешіттегі қызмет, Раббым, өзің айтқандай, пайғамбар алейхиссалам көрсеткендей, осы елге Раббым жақсы өнегелі екі дүниеде, осында кірген жамааттың екі дүниеде жүзі жарық бола тұрған жақсы Раббым орындардан қыл Раббым. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам бирахмати архамар рахимин. Алла разы болсын, құрметті ұстаздар. Енді құрметті тойға жиналған, үлкен қуанышқа жиналған жамағат, мынау ашылу салтанатының бағдарламасы өте көркем, сәтті бір құрылған екен. Алла разы болсын. Мынау мешіт іргесінде арнайы мынау бақшалық жерге естелік болсын деп, арнайы иншалла бүгінгі жақсылыққа ниет қылып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтпай ма, қияметтен хабар келсе де қолда көшет болса оны егу керек деп. Құрметті Сансызбай қажы ұстаз, сіздің қадамыңыз құт болсын, ниет қабыл болсын. Аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Жахан көкеміз және де Оразқожа ақсақалымыз өзіңіз бастап, құда қаласа бір 2-3 минут уақыт кетеді. Нерде ағаш қондыру рәсімі бар екен. Иншалла сіздер жақсылап бисмилля деп дұға қылып, бүгін жұмада Рамазанның келу құрметіне осы мешіттің іргесінде көгеріп 100 жыл тұрсын, 1000 жыл тұрсын, құдай қаласа ағаш егіңіздер, келіңіз. Ораз қожамыз, көкеміз қайда қожекең? Үлкен ақсақалдар, Жахангер көкем бар. Келіңіздер. Oldu көп kıyma ya. Al yedim oldu. Nerede geldi? Oldu. Koca geldi. Ana sürüt kızsın. Kalkoga böyle götürmüş. Kendi koy bak kişi. Bu ayağımda. Ben sorsuz yüzüncüde biz yüzüncüde biz de lafı kozu yüzüncüde. Orası. Bismillahirrahmanirrahim. Valla.
Бүкіл халықтың арманы тыныштық, береке, ынтымаққа мұқтаж болып тұрған кез әзір. Алауыздық, бұл жауыздық, бұл өте қиын нәрсе. Мына Аллаху Субхану ва Таала орынға, уақытқа тәуелді емес. Бірақ Раббымыз Байтулла дейді, Алланың үйі Кабаны соғуды бұйырды. Өйткені үй деген бұл ынтымақтың, берекенің, ауыз біршіліктің негізгі нысанасы, негізгі рәмізі. Үй деген бұл не? Тыныштық, береке. Анасыз үй панасыз, әкесіз үй патасыз дейді. Міне сол сияқты мынау мешіт ашылып жатыр. Адам баласы өзіне жаратқан егесіменен, Рәббісіменен қауышқан кезде, оман жүрегі байланған кезде, оның жүрегі тыныш болады. Ана бизикриллахи татмаиннул кулуб дейді. Алланы зікір қылуменен жүрек орнығады. Енді жүрегі тыныш болған адам, Алланы зікір қылып, Пайғамбар алейхисаламға салауат айтқан адамның оның жүрегі орнығады. Оның жүрегінде не болады? Мейірім болады. Осы дәрсе әрбір адамға керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адамның денесінде бір жұдырықта ет бар. Ол ет түзелсе, бүкіл адамның денесі түзеледі. Әгер ол бүлінсе, бүкіл адамның денесі бүлінеді дейді. Енді Алла менен ол жақсы болған екейін, бірінші ол ата-анасы менен туған туысқан бірінші ортамен жақсы болады. Екінші ол не болады? Көршілерімен жақсы болады. Ол мұсылман көршісі, ағайын көршісі, көршінің ақсын бәрін білесіздер. Одан кейін ол не болады? Бұл елдегі адамдармен жақсы болады. Үшінші ортасы. Одан ары бүкіл адамзатпенен жақсы болады. Аллаху Субхану ва Таала Құраны Кәримде айтады: "Я айюханнас, инна халақнакум мин закари ва унса, ва жаалнакум шууба ва қаваиля." Ей адамдар, сендерді о баста бір еркек, бір әйелден жараттық. Бір-бірлеріңді тану үшін, білу үшін ұлыстарға бөлдік. Сендердің іштеріңдегі Алланың алдында ардақтыларың, ол Құдайдан қорққандарың дейді. Ол бүкіл адамдармен жақсы болады. Жаратты не шалуан жұртты бір Құдайым, бәріне бірде етті күн мен айын, қайсысын бөлектудің деп айырайын, бәріміз бір адамның баласымыз. Ол адамнан кейін бүкіл табиғатпенен ол не болады? Жақсы болады. Осы жүректің емі болған, Аллаға жақын бола тұрған, мына құтты мекен иншалла берекелді болсын. Мешіт деген не ол? Мәсжид дейді араб тілінде. Бұл сәжде қыла тұрған орын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, пенде Аллаға қашан жақын болады? Ол Аллаға сәжде қылғанда жақын болады. Аспандағы, жердегі барлық нәрсе Алланы дәріптейді. Раббымыз Құраны Кәримде айтады: "Тусаббиху лаху саб'у самавати вал ард ва ман фихинна ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамди валакин ла тафқахуна тасбихахум." Жеті көк жер, оның арасындағы барлық нәрсе Алланы дәріптейді. Алланы дәріптемей тұрған еш нәрсе жоқ, бірақ сендер оның дәріптеуін түсінбейсіңдер дейді. Енді адам баласы намазда тұрған жерде Алхамдулиллахи Раббил аламин дегенде, бүкіл әлемнің егесі болған Аллаға мақтаулар болсын дегенде, осы дәріптеудің бәрі соның ішіне кіреді. Ол Аллаға жақын болады. Мына мешіттеріміз иншалла берекелді болсын иншалла. Ықыласпен соққан мынау ағаларымызға, мынау Пердебек ағамыз, мынау Мұрзабек деген бауырым хабарласып жатты. Иншалла
Kıyamet gününe deyin bu kişilerin urpaqtары осы елге dinge hizmet etsin inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala Cennetul Firdavs'tan bu kişilerge kasırlardı soğuk versin yaratkan жалғыз ekan. Mına meşitlerimiz Allah aytkanday, Peygamber aleyhisselam körsetkendey, mına elge hizmet etsin. Bärimizge öte kımbat bolgan осы 5 нәрсе, osunu jakşıtawımız gerek. Dinimiz, dasturimiz, tilimiz, tarihimiz, yerimiz. Bu Allah'ın aldında, Resulullah'ın aldında, ötken ata babamızın aldında, keletken urpaqtın aldında amanat. Osunu jakşı bilgen adam, keyin ol fizikаны okuyma, химияны okuyma, biologiyаны okuyma, dünya galım bolsa, onun elge jurtqa paydası buladı. Mına inşallah tek kana jakşılıktın inşallah nısanı bolsun. Her bir Kazakistan'daki avullarda osunday meşitler açılsın. Kem baytak jerimizde Allah Taala la ilahe illallah Muhammed Rasul degen kara gözlerge toldursun. Eldin işin dağdan, eldin sırtın jaudan korkarsın. Mına hürmet cemaat. Jane men Astana'dan keldim. Mufti Hazretinin özü sizlerge selam aytты. Ol kişinin saparı köp. Ramazan baştalып жатыр inşallah. Mına meşit kutlu berekeli olsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Rahmet. Meşitke bere turgan sıylığımız inşallah törün elip koyat imam. İnşallah. Arnayı Muftiyаттан арнайы сый-сияпат мешітіміздің төріне ілінетін ол осы Әңгір мешітінің имамы Егенберді Қажы Егенге табысталып жатыр. Қол соғып қойыңыздар. Енді жақсы тілек, жарым сөз осы қаншама жанның жанына батасын беріп, елбасымыздың өзі елімізге келгенде қолын жайып батасын беріп жүрген Батагөй Ораз Қожа атамыздан бір ауыз бата болсын. Ақсақал, келіңіз. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm tumusundan taza, aramlıktan ada, akbeyle ankıldağan, sunkarday sankıldağan, el üçün bärin bergen, yürekке jalım bergen, elim dep yemirengen, jerim dep tebirengen, onun ezişin kүйünü berler üçün sүйüngen, Katadan emes batadan tuğan, bak olup bata dargan kalın köpçülük. Baktarınız bayandı bolsun, bazarlarınız kutlu bolsun aynalayımına. Meşit elдің халықтың Perdebek Jansagan men elдің халықтың meşiti koy. Perdekenge sizlerдің atlarınızdan öz atımdan Allah razı bolsun dep aytuğa birinci ruhsat ettiңizdер agayın. Perdebek Jan халық үшін салып жатқан Құдайдың ишрағын құтты болсын. Өрен бейік болсаған мықты болсын. Бақытты балаларың өмір сүріп, абырой беделіңіз күшті болсын. Мен де шақырғаның шырағым үлкен құрметтеп сыйлағаның рахмет. Көп жаса балаларың бақытты болып, талап қып көңілің алған ниетіңе жет. Ағайын еліміз аман болсын, тілегім тыныштық заман болсын. Сіздердің де балаларыңыз Құдай қаласа бақытты болып, ел сыйлайтын, халық сыйлайтын үлкен адамдар болсын. Алланың рахымы, патшамыздың парасаты, халқымыздың бақыты асып таса берсін, Құдай қаласа. Еліміз аман болсын, тыныштық заман болсын. Жаратқан егем ағайын елдің шетін жауға бастырмасын, елдің ішін дауға бастырмасын. Елден бірлік кетпесін, ерден тірлік кетпесін, ел еңселі болсын, келешек кемелді болсын. Құдай еліміздің бауырайына бақ берсін, қойнауына құт берсін. Халқымызды Алла даласымен сақтасын, елді Алла данасымен сақтасын. Елдің туы жығылмасын, туы ұстап тұрған аумин ұл жығылмасын. Аман бол бағытай майбасынан, ынтымақ бірлік кетпесін елім менен халқымнан. Сөйлейін аға менен інелерім, сөйлемей мен нағылып көдіремін. Ағаны бірін қанат, бірін құйрық, сіздерімен рахат қызық қой күнім менім. Сіздерге сау-саламат кездессем деп сағынып көптен аңсап жүріп едім. Кездестім осы бүгін сау-саламат,
тигени төбөн көккө міне менің. Осындай бас қосқанды Лұқман Хакім бір жасқа деген екен ілінгенім. Тамаша қандай қызық туған жерім, жасымнан араласып өскен елім. Сыйлайды ортадағы қожамыз деп бақ қонып басшы болған жігіттерім. Елбасы елімізге келгенде батамды патшаға да берген едім. Шөкей батам қылып тиме байып шақырып сыйлап батамды алған едің. Тілектес бәте көйбе бағайым бәріңе де отырамын. Бақытты ұзақ болсын айналайын өмірлерің. Алла құтты болсын Пердебек жаннештер. Рахмет. Енді Ибаш Қажы Ақсақал. Ой, айналайын. Ассаламу алейкум, ағайын туысқандар, құда жекжаттар, балдарым, қыздарым, айналайын келіндерім. Мынау айналайын Пердебек жан, мына мешіт ашып атқанда мен бата беріп өзім ашқан едім. Мына енді міне бітірдің, құда қаласы Алланың үйі, бұның сауабы есебі жоқ. Анау 10 тойхана сағаннан бір мешіт саған жақсы. Ал мынау енді аумин деп көтерейік білекті, Алла берсін тілекті, Құдай оңласын, пайғамбар қолдасын, 4 шәдер болсын жолдасын. Сүрініп кеткен жеріңде жетеуле жетіпір, қайбірен қыршыдан қыдырата қолдасын. Бола берсін болмасын, тола берсін толмасын. Құдаң досың көп болып қашпаның оңбасын. Алла елімізді, жерімізді, кең байтақ даламызды, үйдегі баламызды, Астанадай қаламызды, Тоқайыптай баламызды, осы отырған бәрімізді, жасы кәрімізді, я Алла, бәледен, жаладан, қауіп қатардан, оттан, судан, желден, апаттан, тілден, сұқтан, көзін сақтай көр. Мына Жапондағы, Қытайдағы, Түркиядағы жер қимы су тасқын апаттан сақтай көр. Дүние жүзінде Москва, Украинадағы, Астанадағы, Бұрнағызылы, Мекке, Мәдинадан құйын дауыл апаттан сақтай көр. Мына Қытайдан, Индиядан, шетелден келген індеттен сақтай көр. Еліміз аман, тыншық заман болсын. Көргеніміз той болсын, жегеніміз қой болсын. Айналайын мынау Пердебек жан өсіріп атқан қозған қызығын көріп, қосағыман қосағарып, мен құсап, 1000 айдың жүзін көр айналайын. Еш жаманшылық көрме. Мына мешіттің сауабы деген есебі жоқ. Соның сауабы бәрімізге осы тие берсін Құда қаласа. Алла мына жұма күні құт береке табыс жеміз. Қуаныш болсын. Мынау оразайы ертең ораза Құда қаласа. Оразайы бәрімізге қабыл болсын. Ораза тұтқандардың сауабы мол болсын. Айналайын ақ жол болсын бәріңізге. Аумин. Аллаху акбар. Рахмет. Ағайындардың атынан және сөз сөйлейтін кісілер болса, үлкен ақсақалымыз келіңіз. Айналайын, бауырым айналайын, істеп атқан аманатыңды айнала Алла қабыл етсін шағым. Осыншама елді жинап, мешітті бітіріп, ас беріп атсын шағым, Алла қабыл етсін. Мен азиз кісілер айтып атырын, мен пәтер берейін шағым. Алла, тасарғандарың бай болсын, қазан ошақтарың бай болсын, төрттіліктерің сай болсын, көңіл толып жай болсын. Дүшпан жағынан алмасын, достаннан көңілін қалмасын, Алла берген бар болса таймас шырағым айналайын бауырым. Жаратқан құдірет, малжандар аманет, бастарыңа берекет, өмір жастарын ұзақ ет. Қиындық табықтан аманет, көрсетпей еш қасер ет, бәле жаладан абылғыт. Дүниедегі бар жақсылық отанынан насip ет шырағым. Құдайым қолдасын, еш жамандық болмасын, ақ кегін пәк бол, ағырдыңда бақ орнасын. 1000 атты бәледен сақта, 100 атты қададан сақта, көрегеннің көзінен сақта, тілеген тілінен сақта шағым. Достарың көп болсын, дүшпандарың жоқ болсын. Аузынан Алла кетпесін, астыңнан ат кетпесін, басынан бақ кетпесін шырағым. Өмір жасың ұзақ болсын. Ас берген балдарын бір Алла тілектерін қабыл ет, имандарын кәміл ет. Отандарын амаға патша бер әділет. Имандың жөнінде вәдәне бер қабыл ет, күнәсі олса кезіл тілектерін қабыл ет. Құдайларын қабыл ет, орындаусы ойларын марқұм он жанды кәнетан сияйлар. Ешен аман өшірін арындаған балдарын. Жаратушы құдірет, жарылғаудың қамнет. Қайбірден қысытен назарын салып ет. Жасың бар үлкен кәріңді сауылсан алда бар. Аллаху акбар. Қайырлы күн, құрметті жамағат, құрметті ағайындар, құрметті туыстар. Пердеке, мынау ашылып жатқан Алланың үйі құтты болсын. Дендері сау боп, еліміз тыныш боп, мінекей осы үйде әрдайым жақсылық болсын. Қай уақытта, қашанда біз игілікке, тағы да жақсылыққа, имандылыққа осы үйде бас қоссақ, тойханаларда көп болсын, той тойлап жүретінде уақытымыз болады. Міне
Аллаға сыйынатында уақытымыз болады. Аллаға осы үйде тек қана Аллаға осы үйде сыйынатындай жағдай болсын. Еліміз тыныш болсын, әрдайым жүздеріңіз жарық болсын, көңілдеріңіз тоқ, өздеріңізде көп болыңыздар, өсіп өліп көбейе беріңіздер. Рахмет. Енді арнайы сөз ауданымыздың ардагерлер төрағасының кеңесінің төрағасы Айтеке Айтбай Ақсақал. Рахмет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті ағайындар, бүгін тағы да бір қуанышқа бөленіп отырмыз. Мына Мырзашөл өңірінде үлкен мешіт ашылып, мына Пердекен бастаған біздің ағайынымыз, туысымыз, сүйек ұстасқан ағайыным, бауырым, үлкен жұмыс істеп, бала шағаларымен, туған туысқандарымен ел алдында көрініп отыр. Біздер өте қуаныштымыз. Мына Алла қолдасын. Алдымызда тұрған мына ақсақалдар, қажылар, қажекеңдер барлығы үлкен өздерінің тілектерін білдіріп отыр. Алыстан келген меймандар, мына Астанадан келген, Шымкент қаласынан, Түркістан қаласынан келген ағайындардың барлығы өздерінің жақсы тілектерін білдіріп отыр. Мен де осы кісілерге қосылып отырып, алдағы уақыттарда елімізде әсіресе мына мешіттің өзін болашақта имандылыққа пайдаланып, мына артымыздан келе жатқан өскелең жастарды тәрбиелеуге кірісуіміз керек. Соның үлкен осы бір мешіті. Осы жерде имандылық болса, біз мына өзіміздің кең байтақ елімізге қазақ халқы әрқашанда ие болады. Бірінші мәселе білімде емес, бірінші мәселе тәрбиеде. Тәрбиеміз дұрыс болатын болса, біз алмайтын биіктер, біз алмайтын шыңдар болмайды. Енді осы бүгінгі үлкен асқа, тойға, ашылуына қызмет еткен мына бауырымыз, Пердекен бауырымыздың барлығы туысқандарына рахмет айтып отырып, Алла қолдасын, қуаныш береке бола берсін. Әр уақытта біздер жүзіміз жарқын болып, осы мешітке келгенде және де басқа мешіттердің барлығында біз Алланың қойған алдында мақсаттарын адамзат болғандықтан орындауымызға керек деп ойлаймын. Рахмет тыңдағандарыңызға. Үлкен рахмет. Рахмет. Енді ағайындардан қалғанымыз қосыла сөйлейтін кісілер бар ма? Келіңіз. Төлеген Ақсақал. Құрметті көпшілік, бүгінгі мынау Алланың үйі деп аталатын мешіттің неше уақыттан бері мынау бауырымыз Пердебек балдарымен, ұлдарымен күндемей, түндемей осы мына кешегі қатаң ауру кезінде де осы жұмыс тоқтатпай бітіргеніне мен қуаныштымын. Елімізге мынау бір нұр сәулесін беретіндей, жастарға бір үлгі болатындай орда ортасы болсын. Пердекеннің бала шағасы осы еңбегін ақтап, еліміз өшірдегі жетсе жыл соңғы өкірігі шапылықпен қолдап деймін. Осы бір мешітті өздерінің үйлерінде көрсін. Әр уақытта аманшылық болсын, еліміз тыныш болсын. Рахмет. Енді мына ақсақалдардың тілегі батасы қабыл болсын. Біздер енді осы төрт көзіміз түгелде арнайы осы мешіттің салуына үлесін қосып, орасан ұл қызлардың рахатын көріп жүрген біздер енді Пердебек ақсақалымызды арнайы шақырып орталыққа бір ауыз көпшілікке деген бір алғысын айтса, соның артынан мына ағайындардың алып келіп жатқан ақбоз аты атын мінгізіп, одан кейін лентасын қиып мешіттің қадамын басатын боламыз. Ал Пердебек ақсақал өздеріңіздің тілек. Жоқ, сөйлесін. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік, құрметті ағайын туысқандар, ұзақтан жақындан келген қонақтар, құда жекжаттар. Рахмет. Біздің қуанышымызды бөлісуге сонша жерден келіп отқандарыңызға отбасымыздың атынан, жеке өзім атынан алғысымды айтамын. Бұл мешіт салу арманы маған көптен, ілгеріден арман болған. Кеше Совет үкіметі соның кезінде халықтың намаз оқымайтындығы, мешіттердің жабылып қалғандығы, ал енді осындай нәрселер жанға тиіп, жанға батып жүретін. Сол кезден бастап армандадық. Сол кезден бастап демек мешіт салайық деген ой болды. Міне соны Алла біздің тілегімізді қабыл етті. Мына қажылыққа барғанда да, қажылықта да осы тілегім тек мешіт салуды нәсіп ет Алла деген болатынмын. Одан қайтып келгеннен кейін бірден қолыма осы жердің мешітке берілетіндігі хабар берген кезде қатты қуанған.
Sodan кейін міне қолға алдық. Жүрексінеп отырып қолға алдым. Бұл қалай болады? Бітіре алам ба, жоқ бітіре алмайым ба деген қауіп болды. Бірақ Аллаға шүкір, Алла қолдады, Алла жеткізді. 3 жыл көлемінде осы құрылысты тоқтатпастан жүргізіп отырдық. Міне бүгін соның ашылуының куәгері болып отырсыздар. Оған әлбетте атсалысқан осында иманды жандар көп екен, кәсіпкерлер көп екен, мектеп бітірушілер көп екен, үлкен қомақты істердің барлығын мойнына алып, аға біз алып өткізіп береміз, біз жасап береміз дегендей мойындарына алып отырды. Қалғаны қолынан келгенше, шамасы келгенше өз үлестерін қосып отырды. Тілеулес болып отырды барлығы. Соның үшін өте елдің, халықтың әлі де иманы толық екен. Бәрі осында сыртында қоразда болмай әкелген заттардың, құрылыс материалдардың бәрі қалай болса солай жата берді. Бір нәрсе, бір шеге ұрланған жоқ, бір шеге жоғалған жоқ. Қайта қосылса, үстінде қосылды. Соның ішінде бір осында Шымкенттен алып келген, материал алып келген жігіттер кіріп, ол аға бұның егесі кім? Бұның қарауылы кім дейді? Қарауылы бір Алла деймін. Бұны Алла қарауылыға барлығы бітіп өте жақсы. Соның ішінде қаржылай үлес қосқандарыңызға да, тілеулес болғандарыңызға да, жалпы халқым, елім сіздерге мен ризашылығымды айтамын. Алла разы болсын сіздерден. Көптің атында, көппен бірге салдық. Ендігі мақсат осы мешітті жамағаттық мол мешіттердің қатарынан етсең деймін. Адамдар осы жердегі жергілікті халық намазға келсеңіздер, осы жерде уағыздар айтылса, жүрегімізге иманды ұялатсақ, сонда басқа біздің соңымыздан ерген жастардың бәрі де иманды болар еді. Халқына қызмет жасауды солар білетін азаматтар болып өсетін еді. Себебі біздің алдыңғы ақтаңдақтарымыздың барлығы мешіттен білім алғандар. Ал әуелі діни сауаттарын ашқандар. Діни сауатын ашқаннан кейін олардың санасы ашылған. Сонан кейін барып тұр, сондай дәрежеге жеткен. Соның ішінде бұндай ғалымдар шығу үшін, дүнияви ғылымды меңгеру үшін әуелі діни, ғылымды, дінді де оқу керек, үйрену керек болады. Соның үшін бұл жердің мақсаты тек салып қойып, оған сыртынан қарап, ана жерге бір-екі теңге садақасын тастап өту емес. Осы жердегі егелік етіп, осы жерде халықтың имандылық ортасын айландыру. Ақсақалдарымыз осында келіп, әңгіме тыңдап, осында көбірек келсе, жастарды тартса, демек мынау осы өзім оқып өскен, бала кезім өшірді өткен осы ауылымда сондай бір иманды орталық болса деген арманменен салындық. Соның ішінде көпшілік барлықтарыңызға мен алғысымды айтамын. Мына жерде сансызбай, ұстаз айналайын. Мен 2-3 айдан алдын айтқан болатым. Рахмет, айтқанымды жоқ деместен. Жоқ деместен. Міне, осында бұндағы мақсаттың өзі халық көрсінші, сіздердің уағыздарыңызды тыңдасыншы, халық түсінсінші деген ойменен облыстық имамдарды да, өзіңізді де айттық. Міне, соған жоқ деместен келіп, көпшіліктің алдында өзіңіздің ыстық ықылас тілегіңізді айтып атқандығыңыз үшін мен алғысым шексіз, рахметімді айтамын. Алла разы болсын. Жүрген жеріңізде халықты имандылыққа шақырып, ұлы ұстаз болып жүре беріңіз. Енді біздің рахмет. Енді арнайы Пердебек атамыздың атынан ақсақалдарымызға деген қажыларымызға сый-сияпатымыз бар. Сондықтан осы сый-сияпат табыстауға рұқсат етсеңіздер, арнайы иықтарына кеп жабатын. Арнайы Сансызбай ұстазымызға шапан шаттық.
Енді Пердебек ақсақал, Пердебек ақсақал, сіз келіңіз енді. Келіңіз. Арнайы мынау ағайынның барында басында тұрар әруағың ағайынның жоғында шайнауда қалар бармағың десе, осы Пердебек атамыздың жанына жалау болып, жанашырын танып жүрген барша осы елдің ағайындарының арнайы сый-сияпаты бар. Сонда ағайындардың сый-сияпатын бір тартып өтсек деп тұрмыз. Арнайы шапан жақтымыз жауып, одан кейінгі жерде ағайындардың атынан ақ боз атқа мінгіземіз. Bir қол соғып отырыңыздар ағайындар. Киіваңыз. Ақ боз атты алдырайық орталық, ақ боз атты алдырыңыздар. Ақ боз атты алдырып, арнайы Пердебек ақсақалымызға құрмет жасап қойсаңыздар. Міне, арнайы осы жанашыр болып жүрген барша ағайындарға да осындай Алланың ақ үйін салу нәсіп етсін дейміз, тілек білдіреміз. Енді бисмилля деп. Одан кейінгі ат осы жалпы Әнмір мешіттің жамағатының атынан да бір атымыз бар, соны дайындап тұрыңыздар. Жұманың уақыты жақындап келуде, сондықтан сәл жылдам қылсаңыздар. Одан кейінгі жерде арнайы міне Ақбоз атқа мініп жатыр ағамыз, көкеміз. Қолды көтеріп қойыңыз, қолды көтеріп қойыңыз. Алла разы болсын ағайындарымызға. Енді аттан түспей тұрыңыз, екінші атта келіңіз, екінші атты. Жамағаттың атын. Жамағаттың атына мінеміз. Палуандар аттан ауысқан кезде түспей мінеді. Сол сияқты түспей ауысасы атқа. Міне жалпы осы Әннұр мешітінің Құда қаласа жамағаттың атынан мешіт сазан жараса ағайындар. Yok, bismillah gene. Әлі арғы бас, бергі басын санатын атамыздың шүкір әлі. Денсаулығы бар, Алла өмір жасын ұзартсын. Артыңызға қарап қойың, артыңызда қанша жеңгелеріңіз тұр, мына жеңгелеріңізге де қарап қойыңыз. Жамағаттың атынан. Енді Пердебек ақсақал, мына ақсақалдар жанына келсеңіз, аттан түсіп, енді соның алдында құрметті Сансыбай ұстаз арнайы сол азаматтарды орталыққа шақырып, Мақсұт мырза болса, және де Шерзат, Шақзат, Санат бауырларымыз болса, келіңіздер, келіп арнайы ұстаз жігіттер осы мешіттің нөлден бастамını салып, бүгінгі таңда бітіріп, күлішін табыстап жатқан азаматтарға да бір қол соғып қойыңыздар. Мына арнайы шапан жаттығымыз табыстаймыз. Құрметті көпшілік, міне Харажымнен келген ұсталар. Омар деген жігіт бастады, бұлардың әкелері. Сол фундаментіне бастап түйіп, бір жылда өзі үйінен тұрғызды. Қағанын өзінің балдарын жіберіп отырып, бір жылда сол балдар салып отыр мінекей. Соның ішінде балдарға бір пакет хадия арнаймын, ат. Ал енді шапанын Құда қаласа тағы да арнайы Омардың өзіне де сәлемдемемізді беріп жібереміз кейін. Арнайы заманның талабына сай қылып шапандарын конвертке салып беріп жатыр. Енді арнайы біздер енді лентаны қию үшін осы орталыққа мен енді арнайы Үнтаяқты облыс имамының найыбы Самат ағамызға біз қолға салып, бір ауыз микрофон ұсынамыз. Ал ағайын құрмет, Құдай қаласа мынау құтты болсын. Біздің қазақ топырағында иісі қазақ үшін, халқымыз үшін, мұсылманымыз үшін үлкен бір той. Халқымыздың мынау қасиетті жер ағайындар, марқұм қан мен тердің авторы айтқан, қан мен терді жазарда шіркін өгіз арбамен кетіп баратып,
Mınау далада талай осы жер үшін қан мен тер төгілді ғой деп өгіз арбада дөңгелегі қисайып кетіп баратыр. Осыны жазған Әзілхан ағамыздың жазған жазбасын оқып едім. Сонда мынау далада шыныменен қан мен термен келген екен ғой деп. Шыныменен жер астындағылардың да бүгінде жәннаттан иншалла бір несібесі болсын, жер үстіндегілердің жәннаты мешіт болсын, алатыны бата болсын, искелейтініңіз балашаға немере болсын, көретініңіз қызық болсын, беретініңіз сәлем болсын, алатыныңыз сәлем болсын, түніңіз тыныш, күніңіз берекелі болсын. Құрметті ағайын, ертелі кеш манадан қазірге дейінгі дұға қабыл болсын. Осы жерге қолы тиген ұсталардың қолы жаманшылық көрмесін. Пұлы тигеннің пұлына береке болсын, мал жаратқанның малына береке дарысын, егінден ұшыр бергеннің егіні Құда қаласа солмасын. Құдай қаласа осында үлестің азды кемін жасап жаңа көкем Бердекең әдем айтып өтті. Бір Алла ғана қарауыл болады деп. Міне бір Алла қараған мешіттеріңізге енді бір Алла өзі қарай береді деп қараусыз қалдырып кетпеңіздер. Келіп жамағат болып намаз оқыңыздар, осы жердің жақсылығын бірге жасаңыздар. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Ал бисмилла, жамаат қиып болды ма? Көке өтіңіз, сіз де қиыңыз. Ел жақсылар, ағалар. Әлгінде сөз сөйлеп, тілек, батан жасаған. Аузы дуалы, басы қадірлі кісілер, бұл кісілер. Дәретсіз жер баспайтын елдің ұланы болыңыздар, жылы суықтар Құда қаласа. Суларыңыз ғана жылы болмасын, жүректеріңіз жылы болсын, баталарыңыз қабыл болсын. Осыншама еркекті дүниеге алып келген аналар аман болсын, Құда қаласа. Gökü içinde mikrofon var mı ya? Var. Thank you.